YouTube'тың осы кезге дейін канал авторларына берген барлық кнопкалары. Алдымен біз күміс кнопкадан бастаймыз. Каналыңызда 100 000 подписчик жиналған кезде берілетін награда, яғни күміс батырма. Мына видео қарасаңыздар, дүние жүзі бойынша екінің бірінде күміс кнопка бар деп ойлап қаласыздар. Өте үлкен көлемде ютуберлерде күміс кнопка бар екен. Яғни каналдарына 100 000 подписчик жиналған. Тіпті мына жерде самолеттің макетін қойып қойған, үлкендігін көрсету мақсатында. Әлем бойынша 300 000 каналда күміс кнопка бар екен. Келесі бізде 1 миллион подписчик жиналған алтын кнопка иегерлерін қазір көретін боламыз. Олардың саны нешеу екендігін. Бұл да дүние жүзі бойынша өте көп деп ойлаймын. Себебі YouTube'қа соңғы 5-6 жылдықта көп ютуберлер қарқында кірісе бастады. Дүние жүзі бойынша 1 миллион подписчиктен асқан 29 000 канал бар екен. Алтын батырмасы бар каналдар. Келесі бізде Diamond деп жазылып тұр, яғни бриллиантовый награда. Оқырман саны 10 миллион подписчигі бар каналдар тізімі. Әлем бойынша тек 985 каналда ғана 10 миллион подписчигі бар екен. Келесі бізде Custom Creator Award деп жазылып тұр, яғни 50 миллион подписчик жиналған кезде берілетін тематикасына байланысты түрлі түсті награда. Көбінесе мынада қызыл сапфировый награда беріледі дегенді естіп едім. Бар болғаны әлем бойынша 40 каналда ғана осындай награда бар екен. Келесі бізде Red Diamond, яғни қызыл бриллиант. Тек 100 миллион подписчик асқан кезде ғана берілетін награда. Әлем бойынша бұл санаулы ғана. Әлем бойынша бар болғаны тек 7 YouTube канал 100 миллион подписчиктен асқан.